Колбинді қою деген ол соңғы тамшы болды ғой, иә? Иә. Ең алғашқы жағы оралып бастағанда мен аяғым, білесіз ба, назат берді. Сонда есінен танған немесе өлі адамдар үйіліп жатты ғой? Үйіліп жатты. Қорқпа, саспа, алдыға деп осылай жұлқынғаны мен үшін қыздардың мына рухы қатты биік па деп ойладым мен, ер адамнан. Тәуелсіз Қазақстанда желтоқсан көтерілісі бойынша не айтылмай жатыр? Қыздарды мұзға отырғызып, что вы не рожали деп. Көбіне ойлаймын, анау астында жатқан 11-12 адам өлі адамдар ма, тірі адамдар ма? Сәлем, құрметті де ойлы көрермен, сіздермен Жансая Қамбар және Бақ KZ YouTube арнасында ұлттық идеология және жобасы. Бүгінгі біздің қонағымыз 1986 жылы 17 желтоқсанда алаңға шығып наразылық білдірген батырларымыздың бірі Жанатбек Жақып. Қош келдіңіз. Сәлематсыздар. Желтоқсан көтерілісі өткеніне міне 37 жыл болыпты биыл. Бұйырса осы сұхбат көрерменге тура 16 желтоқсан тәуелсіздік күні ұсынылады. Өзіңізді шақырып отырған бірден бір себеп, сол кезге тағы бір шолу жасап, жастарға айтып, тағы бір еске түсіру. Оның үстіне бұл оқиғаға қатысты көп деректер әлі айтылмай жатыр. Соған қатысты менің бірінші сұрағым, желтоқсан оқиғасы болмай тұрып, жаңағы Қонаевтың орнына Колбинді қоймай тұрып, жастардың арасындағы саяси ахуал, жалпы жастардың көңіл күйі қандай болды? 1986 жылға шейін негізінде біздің Алматыда, Қазақстанның орталығы бас қаласында өзгерістер болып жатқан уақыт болды. Ол негізі жағы Совет үкіметі өзінің жағы қиындықтарға ұшырай бастаған кезі Астанада, Алматыда жағы халықтардың саны мысалы 12% болып қазақтар, жергілікті қазақтар болып қалған бәрі келген қазақтар болды мысалы. Сондай қайшылықтарды саналы жас осының бәрін көріп өстік. Қандай қайшылықты айтып тұрсыз? Әлеуметтік қайшылықтар деп айтуға болады. Әлеуметтік қайшылықтар, солардың бәрін көріп өстік. Және басшылықта жағы орыс адамдардың көп басқаруы, біздің қазақтар екінші, үшінші орында бірлі-екілі селеу адамдар ғана басқарып отырды. Негізі қара жұмыстар барлығы өзі қазақтардың өз қолында болды. Сондай жағдайлар болды. Ал енді мен сол уақыттарды өзім бағамдай отырып, өзіміз оқуға 81 жылы түстік, Алматы көркем сурет училищесінде біздің бақытымызға орай, және де ол тек мен өзімді бас модель ретінде алайын, Алматының жас азаматы ретінде. Сонда біз оқуға түскенде бір Москвадан оқып келген мықты адамдардың қолына түстік. Қалдыбай Сейданов, Гимурат Бекешев, жағы тағы Едіге Тұрсынов деген өз ғалым адамымыз бар. Садырбек Татубаев деген әншілер. Сол кісілердің барлығы біздің жастарға қоғамдағы біздің осыны тәуелді күніміз туралы көп айтатұғын болған. Олар жағы біздің қолымызға неше түрлі Москвадан алып келіп жатқан неше түрлі астыртын кітаптар, оқылуға рұқсат етілмейтін кітаптарды өздері оқып, және біздерге бәрімізге оқытқызатын. Енді бәріміз дегенде бір 10 бала болсақ, соның бір 7-еуі ғана талпыныс берді кітапты оқуға. Біз өзіміз талай кітаптарды көрдік. Большевиктер партиясының жағы съездерінің жинақтарын қарадық, Зиновьев, көп адамдардың жинақтарын қарадық, оқыттық, бізден сұрап, біздің саяси білімімізді тексеріп отырды ол кісілер. Мысалы, бізге Лев Николаевич Гумилевтің өзінің үйінен, өзінің қолынан жасап, киіз кітап дейді ғой, қолдан жасаған кітабын бізге үйінен алып келіп, Гимурат Бекешев деген аға, соны жағы бәрімізге оқытты жағын бәрі. Біз енді ояндық. Бұны қазақтар қандай жағдайда күй кешіп жүрміз. Мынандай тарихпенен. Біз осылай күйге қалай түсіп қалдық?
Және не істеуіміз керек енді осы жолдарға, осы ойларға бізге шығарған жағы мұғалімдеріміз болды. Сіз былай жалпылай айтып отырсыз, әлеуметтік қайшылықтар деп, иә? Бірақ көрерменге түсініксіз болуы мүмкін. Ол қандай әлеуметтік қайшылықтар екенін, иә? Сондықтан да мен жаңағы ашып айтуды жаңағы ұсынғым келіп отыр сізге. Мысалы мектептер, иә? Яғни бір қалада бірақ қазақ мектебі болады. Иә. Сол қазақ мектебін бітірген бала бірден оқуға түсе алмайтын, иә, ол кезде менің білуімше. Енді қанша дегенмен орыс тілі өзінің жағы ұлтаралық қатынас дейма, және білім, жоғарғы білімге баратын жол тек орыс тілі арқылы жүретін болған. Негізгі өзі елді колонизациялаудың бір үш моделі бар. Бір өзі жағы ағылшындардың моделі, екінші француздардың моделі, үшінші орыстың моделі деп келеді. Орыстардың моделі бойынша ол басып алған жерлеріне келіп, өздері мектептерін ашады. Әрине орыс мектептерін ашады. Қазанға мектептерін ашады. Сөйтіп өзіне сай жағы русофоб қазақ азаматтарын дайындайды. Және солардан тек қана дайындап қоймайды, өзінің сетевой агентурасын жасайды. Орталыққа, Москваға бағынатын. Осындай колонизацияның түрі Қазақстанда болды, жүрді. Енді көріп отырғандай, сізге айтып отырған нәрсем орыс мектептері, жаңа мектептер айтып отырмын ғой, барлығы 99% орыс мектебі Алматыда. Осының бәрін көріп отырмыз, балаларымызды ата-аналар балаларын берсе, орыс тілді бала болып, қазақ бала, бір әулеттің баласы орысшасы былай тартып, қазақшасы былай тартып, қазақтық ұлттық құндылықтар саналатын отбасы шаңырақтың мәселесіне күрделі не алып келді, жік салды. Осының барлығын көріп отырмыз. Халық осыны көріп отырып та іштей жаралы болды осылардың бәрін. Жағы біз айтпаймыз, енді мынау мелкий жағы тұрмыс автобуста бізге жағы орыстың кемпірлері айқайлайтын, енді елдің бәрі айтады, орысша сөйлесе, орысша сөйле деп. Тіпті қазақ фильмде де бір қазақ ағатайларымыз болған, орысша сөйле бұл жерде деп. Көрдіңіз ба? Сондай бас айланған ағаларымыз да болды. Яғни сіз онымен емес, өзіңіздің досыңызбен қазақша сөйлеп тұрсаңыз да, бұл жерде орысша сөйле деп айтып тұр, иә? Иә, сөйтіп айтып тұр. Бұл қоғамдық жерде тек қана орысша сөйленеді. Міне, осындай тәртіп болды. Мен өзі 100% қазақ ауылында өскен азаматпын, маған бәрінше қиыншылығын тиді. Әзірде орыс тілін жақсы меңгерген адам емеспін, өкінішке орай. Орыс тілінен арқылы өйткені көп білімдер алдық, оны жамандауға болмайды. Өйткені цивилизация тілі. Қазірдің өзінде де мен ойбай тек қана қазақ мектебін ашамыз дегендерге де аса нетпеймін. Оны белгілі бір дәрежеде орыс тілінде қалтыру керек, как предмет ретінде. Орыс тілін біз жақсы білсек, ағылшын тілін басқа тілдерді жақсы білсек, біздің балалар жаман болмайды. Глобализацияға дайын болады. Қазірдің өзінде мен жастарға қарап, біздің жастар дайын ба деп отырмын. Келер заманның, глобализацияның уақытына. Түсінікті. Сол кезде сондай көңіл күй, сондай жалпы қазақ елінің өз жеріндегі бір мүсәпір халі деп айтуға болады, иә? Сондай бір халде жүрген жаңағы қазақ қоғамы болды. Сондайды көре-көре мына біздің жастар, Бек Ибраев деген өте мықты адам болды, бізге осы мәселелерді көп түсіндіретін, тарихты түсіндіретін. Сол өзі подпольный, жасырын революционерлер сияқты жиынын өтетін. Анау подвалда, анау мектепте, бір университетте басқаша ат қояды, негізінде мақсаты бөлек. Осындай жиылыстар Астананың ішінде көп болды, жоғарғы оқу орындарында. Осы сияқты жастар Алматы қаласына көбейді, көз ашылғандар, көз ашық болды көбісі енді. Не жағдай, қандай жағдайда қазақтардың отырғанын жақсы біліп отырды. Міне жастар бір-бірімен сөйлесіп, осы бостандық туралы көп әңгіме жасай бастады. Міне психологиялық, эмоциялық жағдайда жастар мына пісіп, іркіліп тұрды. Қонайбай атамызды орнынан жағы 17 минутта алып тастауының өзі, міне,
сіріңке тастап жібергендей болды ғой. Көрдіңіз ба? Мен қазір кейбір кісілер қанша уақыт өтіп кетсе де ара тұра бірлі екілі үшті кісілер айтып қойып, желтоқсанды бастаған мына кісі, желтоқсанды мына қылған. Жоқ, ондай жоқ. Оларды мен чисто аферист деймін. Желтоқсан әркімнің өзінде жанып жатқан жүрегінде оты болды. От тасталған кезде бәрі жанып, аяқ асты алаңға бәленбай мың адамды шығару деген не себеп? Мұның себебі сол. Астындағы қайшылықтар менен халықтың жағы жастардың саяси білімінің артқандығы. Яғни Колбинді қою деген ол соңғы тамшы болды ғой, иә? Иә. Сол жердегі сіреңке, тасталған сіреңке болды ғой. Ал енді сіз есіңізде бар ма? 1986 жылы, сол 17 желтоқсанда, сіз 25 жасыңызда таңертең жұмысқа келесіз Қазақфильмге. Сол кезде естисіз. 1960 жылдан бері Қазақ КСР-ны басқарған Дінмұхамед Қонаевты 18 минуттың ішінде алып тастап, оның орнына дөй даладағы жалпы қазақ жерінен шықпаған Ульяновск қой деймін, қателеспесем, сол жақтан келген Колбинді қойғанын естисіз. Сіз қандай сезімде болдыңыз, есіңізде бар ма? Менің өзіме, мен шынын айтайын, мен өз басым жаным бұрқ ете түскен жоқ. Бірақ мен жұмысқа келгенде жігіттер мен қыздардың осындай қатты бұлқыныста тұрғанын байқап қалдым. Ашуы келіп тұрды. Ашуы келіп тұр. Мен біртіндеп жағдайды түсінгеннен кейін айттық, біздің бірақ жол алаңға бару. Қарсылығымызды білдіреміз. Біз үндемей, осы жол үндемей, түндемей қалсақ, ол болмайды. Осылай айтыла береді, осылай жасалына береді. Біз алаңға баруымыз керек, қалайда біз үкімет басшыларымен сөйлесуіміз керек. Біздің қазақстандық басшы болу керек. Тіпті орыс кеткенде, тіпті болып кеткенде қазақ болмаса да, орыс болсын, бірақ қазақстандық жергілікті орыс болсын деген сияқты әңгімеге де тоқтаған жағдай болды. Сол жерде алаңға шыққан кезде жаңағыдай ашаршылық мәселесі айтылды. Жалпы қазақ жаңағы құл болып отыр орыс империясына деген ұрандар да айтылды деп бір сұхбатыңызда айттыңыз ғой, сол рас па? Бәрі айтылды. Ашаршылықта жағы алаш азаматтарының жағы түрмеге тоғытылып артынан атылуы да, соғыстағы жағы қарусыз ойыншық мылтық беріп қазақтарды атты дивизиясын жауға қойып түгел қыруы да, ол туралы архивте өшіруі де, сол орыс пен қазақ арасына қатысты мәселелердің бәрі айтылды. Бірақ айтқанда әркім білетін бойынша осы айқайлап тұрып, жүрегінен шығарып айтыр болды, көздерінен от жас шығып тұрды. Жастардың көріңіз ба? Бұл мұндай эмоциялық дәрежеге жеткізу үшін білмеймін, не істеу керек адамдарға, қандай жаманшылық жасау керек осындай эмоцияға түсіру үшін. Міне айтты. Ал жанымызда біз тағы да жағы біліп тұрмыз, жанымызда бір КНБшник, біріне КГБ-лар, үкіметтің адамдары барлығы жүрді жанымызда аңдып. Енді біз көрдік, бұдан қорқатын жағдай жоқ. Біз келетін жерге келдік. Егер тәуелсіздік үшін өлетін біреу болса, біз-ақ өлейік, көрсетейік. Бұл негізі көтеріліс деп өзіміз жиі айтамыз. Кейбіреулер бұны оқиғаға саптап айтатындар бар, өйткені оқиға деген ол бөлек. Аяқты сындырып атсам ол оқиға. Мынау халықтың жалпы көтерілісі. Бүкіл Қазақстандағы қалаларда көтерілісі. Бұл көтеріліс. Бұл Амангелді атамыздың 16 жылдардағы қазақ ұлттық көтерілісінен кем болмаған көтеріліс. Бірақ форматы сәл басқа, заманы сәл басқа. Бұл жаңағы несі бар ғой, өзінің жаңағы оқиға, сосын қозғалыс болады, сосын көтеріліс, содан кейін соғыс. Бұл жерде тіпті қозғалыста емес, көтеріліс болды ғой. Өйткені шынымен бір күннің ішінде, тіпті бір түннің ішінде деп айтуға болады. Өйткені өзіңізден басқа да жаңағы желтоқсаншылардың естеліктерін оқыған кезде, тыңдаған кезде, жалпы 16 желтоқсан кештен басталған ғой, жаңағы жатақханаларда, әсіресе студенттік жатақханаларда кештен бастап дайындалып, жаңағы плакаттарды жасап. Плакатты жаздық бәріміз. Оның плакаттарды жазуға мастер болып алдық қой, тез-тез жазып, тез-тез шыға салатын. Сондай орнымыздан тез қозғалатынбыз, білмеймін. Қазіргі жастарда бірден айтсаң орнынан қозғай алмайсың. Біз бірден айтты ма, отыра қалып, иә, орнымыздан тұрамызды шаруа кетіп қалады. Айтылды, істелді дейсіз ғой. Сондай болғанбыз.
түсінікті. Сол жерде қараңызшы, сіз айтып тұрсыз, жаңағы алаңға шыққан кезде бәрін айттық деп, иә? Бірақ та сіздердің басты мақсаттарыңыз қандай болды? Тәуелсіздікті алу болды ма? Жоқ әлде Колбиннің орнына қазақ жерінен шыққан адам қойылсын деген болды ма? Енді барлық адамдар үшін, желтоқсаншылар үшін жауап беру қиын. Мен өз басыма келсем, мен үлкен бұлай Қазақстанның тәуелсіздігі алып, жеке мемлекет болып кетуі, ол үлкен мақсат. Оны көзіміз жетіп тұр. Дәл қазір оны жете алмаймыз. Ондай үлкен мақсатқа. Біз мүмкіндігінше жақын мақсаттағы шаруаларды істеуіміз керек. Қазақстанға қазақ басшы керек. Жағы Әуелбеков дейді, Аухадиевті айттық, Камалиденовті айттық, Назарбаевты айттық. Солардың барлығын айқайлап, алаңның алдында, мен өзім мына үлкен мінбердің алдында, гербтің алдында тұрдым. Сол кезде солардың бәрін айқайлап тұрдық. Содан кейін алдымен сіздерде енді бейбіт түрде айтып жаттыңыздар, қарсылық білдірдіңіздер. Содан кейін сіздің жаңағы оқиғаңызда сіз жаңағы бірінші рет қамалдыңыз ғой. Ол жерде жаңағы изолятор сияқты көліктер ғой, иә? Темір торлы автобустар ғой, темір торлы. Темір торлы автобусқа сізді ұстап, сіз жаңағы топтың алдына шығып, насихат жүргізгеннен кейін сізді ұстап алады, жаңағы бір орыс жігіті деп айтасыз, иә? Ұстап жаңағы кіргізеді, сол кезде сізді аз кем тергейді деп айтасыз, иә? Армения қалай? Автобусқа бізді кіргізді ғой. Бізде кіргенде біз өзіміз қазақ фильмнен өзі бір 10 шақты адам шықтық. 10 шақты адам шықтық. Сол жағы 10 шақты адам біз басында бірге жүргенбіз. Басында бірге жүріп. Сонан енді жалғыз мен қамалдым ба десем, менің жанымдағы қазақ фильмнен жігіткен келген қыздар оларда сонда активный болса керек. Оларда да бірінің артыңыздан бірі, сөйтіп бір 4 қазақ фильмдегі жігіт болдық. Егер сол автобустың ішінде 10 шақты адам болса, соның жартысы қазақ фильмдіктен жастары болдық. Бізде енді ол жерде қазақ фильмде жағы қазақи нәрселер, осы саяси нәрселер, саяси бағыттағы әңгімелер Москвада оқып келген үлкен кісілердің арқасында біз өте сауатты болдық. Айтып отырмын ғой, тіпті жағы 17-ші жылдардағы съездердің біз жинақтарын оқыдық, протоколдарын бәрін оқыдық. Көзімізді шұқып, неге большевиктер бұлай істеді, неге меньшевиктер бұлай істеді, олардың мақсаты қандай, мынаның мақсаты қалай деп, жағы Москвадан бітіріп келген Қалдыбай Сейданов деген ағамыз, марқұм соғысы, солай көзімізді қатты ашып кетті. Мен айтпаймын, сол бір кітап емес, ол көп нәрселер, көп бағытты әңгімелер жасайтын. Мен оның біреусін ғана айтып отырмын, Зиновьев деген есімде қалып қатты. Негізі онан басқа да көп орыстың жағы басқаша ойлайтын азаматтары туралы көп айтатын. Ол жерде сіздердің бір жағынан саяси сауаттарыңыз, екінші жағынан сіздердің жастарыңыз да жаңағы алаңға шыққандар, енді көбі жастар болса, студенттер болса, енді сіз бәрібір жұмыс істеп жүрген қызметкер болдыңыз, жасыңыздың үлкені, енді біз ол жағын, ол да әсер еткен шығар. Ол да әсер етті, оны мен жағы алаңның алдында да, жастардың алдына да шығып, жігіттер қол ұстасайық, домбырамен өлең айтайық. Бұл көтерілісті бейбіт түрде барынша бейбіт түрде өткізуімізге керек. Арамызда жағы провокаторлар болады. Қазір мұна тас лақтырады, орыс әскерлерге қарсы тас лақтырады. Олар бізге ол керек жоқ. Біз бейбіт түрде өз шаруамызды үкіметке жеткізуіміз керек, талап тілектерімізді деп сөйтіп жүрдік. Яғни сіздер бейбіт шеруге барынша шақырып жүрдіңіздер ғой сол кезде, иә? Содан кейін сіз ұсталдыңыз, содан кейін сіз жаңағы ұсталған соң жаңағы жастар сол кездегі полицейлермен келісіп сізді жаңа шығарады ғой, иә? Ол бірінші қамалғанымда. Иә, бірінші қамалғаным, ол әлі ол бастапқы кезең ғой, мен түсінгенім. 17 желтоқсан түске дейінгі уақыт, әлі де түске дейінгі уақыт, иә, сізді қайтып шығарады. Сіздер жаңағы сол кездегі, мен енді айтып тұрмын ғой, жаңағы сол кезде алаңға шыққан жастардың, енді қалай айтсам екен, жасы үлкенірегі болсаңыздар, мысалы, енді ол кезде 17 жастағы тіпті оқушылар да шығып жатқанын естідік. Иә, оқушылар да бар. Сол кезде бірақ
бірақ та мен сіздің әңгімеңізден бір балалықты байқадым, жаңағы енді балалық деп айтайын ба, әлде бір қазақылық деп айтайын ба. Сол кезде сіздер Қазақфильмде жұмыс істейтіндер, жаңағы біздің басшымызға жаңағы кесірі тиіп кетпесін деп, жаңағы жұмысқа барып жаңағы бас көрсетіп кетуді шешесіздер, иә? Иә. Сол кезде сіздер мысалы жұмысқа бардыңыздар, содан бастықтарыңызға көріндіңіздер де, сөйтіп қайтып шығып кеттіңіздер. Қайтадан шығып кеттік. Бастыққа көрініп, біз бармыз деп, сосын қайтадан шығып кеттік. Ол бастық өзі Сатыбалды Нарымбетов деген режиссер бар, сол кісінің әйелі болатұғын. Ол кісі өте олда Москвадан оқып келген, жаңағы айтқан эшелонның адамы. Бізде әдейі кетсе екен деп өзі сөйтіп отырған адам. Біз өтірік тығылғансып, шығып кетіп отырдық. Ол да іштей қалап тұрды дейсіз ғой? Іштей қалап тұрды. Содан кейін сіздер төрт кезінде қайтып алаңға ораласыздар, иә? Түсінгенім, қайтып алаңға ораласыздар, ол кезде адам тіпті көбейген, иә? Алаң біз көргеннен бұрын енді біздің сағат бірде бір алаңның әрбір жердегі алаңқайларын көріп қалатын жағдай болады сағат түстің кезінде. Ал енді біз келген төрттен келген кезде алаң қара құрым көрінбейді. Бәрі қара шашты біздің азаматтар, сыртында қоршалған, 2-3 қатарлы қоршалған солдаттар барлығы. Әрбір 10-20 метрде бір офицер команда беру үшін. Сондай болған. Мен анау бір осында жақында бір әңгіме жазғам. Сол жерде солдаттардың қатарында тұрған бір өзіміздің торғайлық бір жігіт, сол солдаттардың қатарында тұрыпты. Кейін екеуміз жақсы бейбітшілік заманда екеуміз бір организацияда жұмыс істедік. Сол жігіт осылай біз желтоқсанды жақсы сөздер айтып, тәуелсіздік туралы үлкен ұғымдардың айналасында әңгіме болып жатқан кезде ол жігіт сендердікі дұрыс емес. Дәл сол желтоқсан сендер дұрыс демедіңдер деп шығып кетті да арамыздан. Сонан кейін бір аллеяда кезігіп қалдық. Сол кезігіп қалдық да жағы әңгімеге түстік желтоқсан туралы. Сонда ол айтады, Жанатбек, мен сенен бірінке айтайын деп едім деп. Не айтқың келеді? Сол кезде желтоқсанда сендер дұрыс істепсіңдер. Сонда мен айттым, осыған 30 жыл керек болды ма осыны айтуға деп. Көрдіңіз ба? Сол солдаттардың, адамдардың бастары ол кезде уланғандар өте көп болды. Бастары уланғандар. Бізді мен мысалы түрмеде жатқан кезде талай таяқ жедім, талай допростар жедім. Біз өйткені білмеймін, анау партизандар туралы киноны көп көргендік та, әйтеуір қасқайып тұратын бір өнерім болды. Әйтеуір қасқайып, ана сұраса дұрыс жауап бермей, сөйтіп көбірек таяқ жеп жүрдім. Сонда таяқтап тұра көбісі, мысалы, соның 60% қазақтар. Жағы орысша сөйлеген қазақтар ұратын мен. Көрдіңіз ба? Мен даже ұрады бір жерлерде жағы кішкентай оқушыларды жағының ұрғандарынан қорғайын деп тілімді тістеп сөйлемей, бір күнге сөйлемей қалдым. Мысалы, тіліңізді немен тістеді? Тіспен тістің арасында қыстырылып қалды. Ұрған кезде ме сонда? Былай ұрған кезде мынаден бұны темірлер шығады екен. Жеңнің ішінен темірлер шығады екен де басынан ұрып, солай тез таяқтағым қалдым. Онан кейінгенде ұрғанда да, ровода да ұрды, онда да бір аяғымнан жүремей қалдым мысалы. Аяғымның мына қырынан теуіп жүремей қалдым мысалы. Оғанда куәгерлер бар. Аға, сонда сізді жаңағы екінші рет ұстап әкететін жеріне кішкене тоқталсақ, иә? Сіз жаңағы кешке қарай келдіңіздер, адам саны да, әскер, жаңа солдаттардың саны да көбейген, офицерлер тұр. Ішке кіргізбейді, біз сыртта тұрмыз. Иә, содан кейін ішке көп адам кіріп кеттіңіздер деп айтасыз, иә? Біз енді не істейміз дедік, онда біз давай бәріміз жұдырықта жағы бір жерге жиналайық та, қатты алды екен, алдыға қарай жүгіріп жағы әскерлердің шебін бұзып, ішке жастарға қосыламыз дедік. Сөйтікте бәріміз айқайсақ тұрып, қапталынан кіріп, шепті бұзып, жастардың арасына кірдіңіздер. Кірдік жастардың арасына. Ол кезде жаңағы шептің
ішіне кіргізбейді де, жастарды шығармайды да ғой. Иә, сондай жағдай болды ғой. Ал сіз сол кезде айттыңыз, біз жаңағы кеңсеге барған соң, жаңағы қайтадан түстен кейін шықпағандар да болды деп. Болды. Өйткені ол сол кездегі оңай емес екенін көрді, өз өмірі үшін қорыққан ғой, иә? Иә, оңай емес. Бірінші рет көріп отыр ғой көбісі оны. Ондай нәрсені бұрын советтік милиция менің қорғаным деген сондай не болған, уағыз болған бастарымызда. Ал енді советтік милиция өзімізге оралап шапқан ондайды біз көрген жоқпыз ғой. Бұл адамның басында үлкен сынап осындайды көрген кезде адамдар. Сіздер советтік милицияны қорғаным деп қабылдадыңыздар. О кезде милицияның жаңағы деңгейі, дәрежесі халықтың алдында жоғары болды. Жоғары болды. Жоғары болды. Ондай жұмысты айту керек, өте жоғары болды. Ортасына кірдіңіздер. Одан кейін жаңағы осы бейбіт шеруден қашан қақтығысқа, қанды қақтығысқа айналып кеттік? Қай кезде? Мен ол өз басым мен айтайын жағын. Өз басым енді үлкен алаңды басқарып, үстінен көріп отыру мүмкін емес қой. Мен тек қана көз алдымдағын оны байқаймын. Сол алдымызда солдаттар тұрды, бәріміз қол ұстасып тұрмыз. Бір уақытта өлеңдерімізді айтып жатырмыз. Жаңа айтып кеттім, офицерлер 10 метр сайын шептің орталарына команда беру үшін тұрды. Сосын бір офицерге келіп айтып жатыр енді, дайындалыңдар деген сияқты. Оралап шабамыз деген сияқты. Дайындалыңдар деп жатырды. Сол уақытта бір қыз шықты да, осы қаланың қызы болу керек, дұрыс киінген, шубасы бар, келіп жағы солдаттарға барып, сендер неге жағы сен қазақсың, неге сен бізге қарсы шығып жатсың, андай мұндай деп өзінің де дәйегін айтып жатыр. Қыз сол кезде жағы шептен бір орыс жігіті келіп қыздың басынан бір ұрды. Сол кезде жағы жанына жақындап тұрған бір жігіт бар еді, сол жігіт барып былай көтеріп алды жағы қызды. Есінен танып қалды ғой? Қызы есінен танып қалды. Сол кезде жағы бір мен шыдай алмай кеттім да, жанымда мына жағымда Үміт деген қызым тұрды, жұмыстасым мына жақта тастай салдым да, мен боқтап жағы солдаттарға жалаңын жүгіріп кеттім. Міне өз көз көремін қалай қақтығыс басталды. Соның кейін менің артынан жігіттер қосылды. Бәріміз жағы солдаттарға, олар бізге уралап шауып келе жатыр, біз оларға уралап шауып бара жатырмыз. Міне апыр-топыр араласып, кәдімгі баяғының соғысындай аралас соғыстар болды. Көрдіңіз ба? Уже жағыдан шыққанда уже қолымыз қан, уже сондай болып шықтық. Бізге де өте қиын болды өз басыма, өйткені менің ылғи жанымда жүретін жаңа Үміт деген қызым, қазақ тілінен келген қыз, бір неде солдаттар қайтада ең алғашқы жағы оралап бастағанда, мен аяғым, білесіз ба, назат берді. Қорқақтап. Өз-өзін қорғау фактор ғой адамның. Иә, солай болса керек, енді мен бұлай оңай қорқатын адам емеспін. Бұлай аяғым артқа кетіп қойды бір-екі адам. Соңғы Үміт деген қыз, тоқта, шегінбе деді. Осындай бұйырып сөйледі да маған. Сол маған өтіп кетті жағынша. Жағы тастай сап, жағы шапқаным сол ғой, өйткенше мына қыздан сөз естігенше сонда бір өлейін деп шапқылап қызын шеп кеттім. Міне соғысты, мысалы, екі жақтың соғысы мен көз алдымда солай болды бірінші рет. Аға, мына осы әңгімеңізден, мен қазір сіз жаңа айтпағанда мен қайтадан сұрайтын едім, өйткені сіз сұхбатыңыздан естідім, жаңағы қорықпа деп сізді тоқтатқанын естідім, сол Үміт деген сол кезде қыздың, мен сол кезде шын айтсам таң қалдым, өйткені қазіргі біздің қоғамдағы әйелдер, жалпы қыздар қалай әрекет етер еді, ал сол кезде қалай болды деп кішкене салыстырдым да өзім. Ол кездегі қыздар біртүрлі ұлттық рухы жоғары болған сияқты көрінді маған. Өйткені қараңыз, сіздің жаңағы бастығыңыздың өзі әйел адам, жаңағы сол жаңағы әскерге қарсы шыққан қызды. Істөле деген апай болған, Мен айтар едім, ол кезде жастардың өзі саяси жағынан пісіп жетілген болды. Міне айттым ғой, қыздардың рухы ол бөлек. Қыздарға айтарым, мен сол кісілерді, сол кезде мен қыздарды, әйел баласын жаңа танығандай болдым. Мынау бұлай өмірде ол байқалынбайды.
Әркім өз еркек, біреу әйел болып функцияларын атқарып жүр. Ал енді мынандай жауға шапқан кезде қыздардың көзіндегі оттарды көріп адам өзі қорқып кетеді. Қыздардың өзі көздерінен от шығып, көздерінен жас шығып, қорықпа, саспа, алдыға деп осылай жұлқынғаны мен үшін қыздардың мынау рухы қатты биік па деп ойладым мен, ер адамнан гөрі. Мен сол алдында жаңағы айтады ғой, қоғам түзелгенін қаласаң қыздарды түзе деген сияқты, әйелдің жағдайы дұрыс болсын деген. Енді қазір сол өзекті тақырып болып жатыр ғой, қазір қоғамда өзіңіз білесіз, әйелдің мәртебесі, орны деген сияқты. Бірақ менің байқайтыным қазір ұлттық рух жаңағы кішкене әйел адамдарына көбіне жетпей жататын сияқты көрінеді өзіме. Енді ол менің жеке пікірім. Көбінесе енді орысша сөйлейтіндер де жаңағы әйел адамдар болады деген сияқты. Ал сол кезде мен бүйтіп ойлап қарадым да, сол кезде біртүрлі қазақ қыздарының ұлттық рухы жоғарырақ болған сияқты ма? Жоғарырақ болды, қазір төмендеп кеткені жағы қоғамдағы орысша сөйлеп, ағылшынша сөйлеуге жағы нелер кетті ғой. Бірақ дегенмен сол орысша сөйлеп жүрген қыздардың өздері осындай қиын қыстауға шыққан кезде өз ел үшін ең бірінші атылатын солар болады. Ол ешқайда кеткен жоқ. Ол әйел баласы, ол шаңырақ иесі, оша иесі деп ер адам айтылғанмен, негізі шаңырақтың бірінші көзі әйел адам. Ол баласы, күйеуі, көрдіңіз ба, бәрі жанынан шыққан. Сол ер адам оның қорғаны. Шаңырақтың сыртында еркек қорғаны. Көрдіңіз ба? Ол шаңырақты қорғау үшін еркекке де айталады, баласына да айталады қорға деп. Өйткені әйел адам үшін ең шегінетін жер ошағынан айырылу. Міне баспанасынан айырылу. Бұл теңсіздікке шығып кету әйел баласы ол елінен, жерінен айырылуға апарады деген инстинкті өзінің бойында бар әйел адамның. Қауіпсіздік бірінші орында ол үшін. Әйел үшін қауіпсіздік, күйеу үшін, баласы үшін, ел үшін қауіпсіздіктің үлкен индикаторы әйел. Түсінікті. Қайтадан сол кезге оралсақ, сіз айтасыз жаңағы бастаймыз деген бұйрық, қазір бастаймыз деген бұйрық берілді дедіңіз. Сол кезде басталған кезде не басталды, не болды сол кезде? Міне, каскаларын түсірді, қалқандарын көтерді, жағы қалқандарын ұра бастады, жағы. Ары соғыстың басталғаны белгілі болды. Бізде дайындала бастадық. Бізде тұмағымызды түсіріп, мен өзі қара су тұмағым болған, бұлай байладым. Мойнымда жағы Егор Кончаловский деген орыстың мықты режиссер бар ғой, соғысының шарфы бар менің де мойнымда оралған, бұлай. Жағы үміт кейін бір картина жасаған, сол мен ақ шарфымен шауып бара жатыр. Көрдім, Сөйтіп, барлығы уже соғысқа дайындалды. Енді бір-екі рет соғысып алғаннан кейін мен сізге айтайын, мен ана дубинкаларды сезбейтін болдым. Етіңіз үйреніп? Етім үйреніп кетті, ешқандай нет емес. Тек қана бір жағы айттым ғой, мынау жағы пожарный шлангы аяғыма оралып қапты бір жерде. Соны көтеріп ап, бұлай айқайлап жүрдім. Жағы бекер айқайламайсың, боқтап жүрсің ғой. Айқайлап жүрмін жағы. Соңғы анау микрофонмен айқайлап жатыр. Поймайте в белом шарфе. Бүкіл алаңда айқайлап жатыр. Поймайте в белом шарфе, белый шарф. Мен белый шарф айқайлап соғысып жүріп, бір уақытта анау басы алюминий болатын шлангын, шүберек шлангын. Анаған соғылды, ана қалқанға соғылды, сөйтіп айланбай қалды. Соның ғой мен бүкіл жағы бір взвод солдат әбден ызаланған, мені қоршаған. Солардың бәрі келіп, мені тепкілеп, ұрып, жағы сол жерде мені екі қабырғамды сындырып, есінен тандырып сол жерде тастаған екен. Сонан жағы гербтің жандағы, мінбенің жандағы мрамор баспалдақтарда сүйреп барады. Екеусі екі аяғымнан ұстап алған, басым бұлай соғылып келе жатыр, есім кіре бастады. Сонан алып келді де, жағы 4 солдат екі қолынан, екі аяғымнан ұстады, ырғап лақтырып жіберді. Мен енді лақтырғанын сезіп келе жатырмын. Мен ойладым, мен қазір асфальттың үстіне түсем ғой деп. Бір уақытта қарасам, асфальт емес, мен бір жұмсақ бірдеңкелердің үстіне түстім. Сөйтсем астындағылар адамдар.
жатқан. Бір 11-12 адамнан ба жасалған үймек. Мен соның үстінде жатырмын. Бұрақта жағы жанымды сақтап, күш жинап жатырмын. Бұрақта үстіме келіп адамдар тасталына бастады. Бұрақта демалысым өте қиын болып кетті. Оның үстіне мына екі қабырғам ауыртып бара жатыр. Содан кейін мына қабырғамды былай кеңістік қылайыншы деп бүйтіп қозғалып қалып едім. Жаңа солдаттардың бірі көріп қойды. О, мынау біреусі тірілді деп. Уже аяғынан шығарып алды жағының ішінен. Соны тұрғызып алып, біреусіне ұрады. Жүгіріп барам да екіншісін құшақтаймын. Ол тұрғызып алады да біреусіне алады, үшіншісіне барам. Сөйтіп қарап жүрсем, анау жерде жағы ППМ темір торлы автобус. Есігін ашып қойып, ішіне қолдарын қайырып жігіттерді салып жатыр екен. Мен ойладым, егер мына жағы автобусқа жетсе, мен тірі қалдым. Жетпесем, өлтіретін анық дедім. Сонан жан деген өте керек екен. Осы аяғыма жеткізбей қанша ауырып тұрсам да, жағы солдаттарға жеткізбей, солдаттар артынан қолап келе жатыр. Жеткізбей барсам, жағы орыстың екі солдаты есікті жаба салды. Автобустың есігі. Менің мақсатым ішіне кіру автобустың. Ол есікті жаба салды. Сонан бұлай екі қолымен ұстап алып жатыр. Міне қолым көрдіңіз ба? Мына майысып нетіп қалған.Ошылерден ұрып жатыр. Сонан мен есім танып қалса керек. Сол автобусқа қайта салып жіберді мені. Кім салғанын білмеймін енді. Жан ашыған бір қазақтар болды ма, әйтеуір ішіне салып жіберді. Сонда қараңызшы, сізді бірінші жаңағы есінен танған немесе өлі адамдардың автобусына тастады ғой бірінші, иә? Жоқ, ол автобустың ішіне тірі адамдар. Жоқ, сізді бірінші тастаған жерде, ол жерде жай ғана алаңда адамдар жатты ма, әлде қалай ол? Ол трибунаның арт жағында бір алаңқай болған, сол жерде адамдарды, жағы есінен танған адамдарды жинап жатыр екен. Лақтырып жатыр, иә сонда? Лақтырып жинап. Сонда есінен танған немесе өлі адамдар кәдімгі үйіліп жатты ғой сонда? Үйіліп жатыр. Көрдіңіз ба? Мен солардың арасынан шықтым. Содан кейін сіз қашан жаңағы түрмеде есіңіз жидыңыз, иә? Жоқ, мен уже автобустың ішінде уже есім қайтадан кірді. Сон барлығы енді бізді алып келе жатады да, жағы әр жерден адамдарды жағы автобустың ішіне тығып бізді нығыздап сыйғызды. Соның кейін оны совет жағы ровода дейді, Советский районы дейді, Маметов көшесіне, сол жердегі түрмеге алып келді. Ол жерде бір-бірден енді ол кезде бір қатты есінде қалғаны, бізді автобустан түсіріп, қолымызды қайырып, бір-бірден алып кіргізіп жатыр ғой. Сонда сол мекемеде істейтін адамдар, гражданский адамдар сол жерде. Бізге қарағандағы көзқарасын қарасаңыз. Қандай болды? Ол көзқарас, мынау біздің жауларымыз, оңбағандар, сатқындар деген жек көрінішті көзқарастар болды. И олар көзқарас көзбен өңменнен тесіп кететін адамдар. Енді көпшілігі орысы бар, қазағы бар, бәрі бар ғой. Бірақ барлығынікі бір бізге жек көрінішпен қарады. Олардың санасы уланған болды ғой? Уланған санасы. Ол сол мекемеде істеп отыр. Олардың мамандықтары сол. Сіздерді оларға жаңағы халық жау сияқты, есірткі қолданған, жаңағы бір ішкілікке салынған адам сияқты көрсетті ғой, иә? Ол жек көрінішті қарағаны бір, оның кейін бізді танығысы келеді, білгісі келеді. Мынау наркоман ба, қандай деп тағы да түсінбестік бір ойлар бар енді оның ар жағында. Бірақ маған қатты әсер етті, өзім бір басқа планетаның адамына, жердің адамы қарағандай болды, сондай әсер етті. Тергеу жүргізген кезде қандай жағдайлар болды? Қандай соққы көрдіңіз? Ол енді бізде бірінші жағы Кончаловскийдің шарфын алды, белдігімді алды, барымызды түгел фотоаппараттары барларды, фотоаппараттарын алып алды, сөйтіп бәрін қамап тастады. Сол тергеу уже сол Совет ауданының жағы облысында сол жерде басталды. Мен жас балаларды, кішкентай мектептің балаларын қорғаймын деп сол жерде тілімді істедім. Көрдіңіз ба? Ол жерде де айқай шу, соққыға жығылып жатқан адамның қылсыңқылы, қыздардың шыңғырғаны, барлығы естіліп жатыр жағы.
көрдіңіз ба? Өзі бірінші этаж болады ғой. Сол яғни қыздарды да соққыға жықты. Жақсы қыздарды да ұлмен бірдей соққыға ұрып жатты. Сондағы сыр алғысы келгені, сендерді кім шығарды, сендерді кім ұйымдастырды, бізге сол адамдардың ат жөндерін айтыңдар деп. Тіпті бір қатты қинағаннан Жанат деген жігіт болатын, Каспийді оқыған. Ол мені өзі шешесі сонда мұғалім екен. Мені шешем бар деп айтты деген сырында айтып қойды. Қатты ұрғаннан. Шешем бар деп айтты. Шешем маған алаңға бар деп айтты деп. Өзінің несін айтып қойды. Шешесін де сатып жіберді деген сөз ғой. Соққының... Мен ешкімді оны да кінәламаймын. Өте қиын уақыт болды. Сіз жаңа бастап айтып жаттыңыз, тағы да тоқталып кетсеңіз, жалпы сіз қандай денсаулығыңыздан қандай соққы көрдіңіз, қазірге дейін мүмкін мазалап жүрген жаңағы не бар шығар? Жоқ, із қалдырған. Жоқ, оның бәрі менікі жағы екі қабырға, менікі ол шытынаған, ол бір айдың төңірегінде білінбей кетті. Онан кейінгі өмірлерім желтоқсанға байланысты емес. Сынықтарым бар, сынықтарым менікі сау қалған сүйектерім аз, бірақ олардың көбісі мына бейбіт өмірде болды барлығы. Ал сол кезде жаңа жалғыз-ақ сұрақ болды дедіңіз ғой, иә? Сонда жаңа естігісі келген кім шығарды? Ұйымдастырушыларды білгісі келді. Иә. Солай болды. Бұл негізі осындай көтеріліс бола қалса деген Москваның өзінің Буран деген үлкен проектісі болған. Мен естуім бар, Боран 1986 деген, иә? Оның 86-ны кейін қосты ғой, оның аты Боран болған. Осындай қай жерде, ол Өзбекстанда болып қала ма, Түркменстанда болып қала ма, әйтеуір сондай болған кезде сондай жасалынады деген сияқты. Мен өзі, мысалы, сондай проекттің біреусін өзім кезіктірдім. Өзімнің, енді мен мына компьютер, интернет, жағы әр нәрсенің, әр аппаратураның мүмкіншілігі, сондай нәрселер жақсы білемін да. Соны мен Астана өрнекте қызмет істеп жүрген кезім, бір КНБ-ның енді сайлау жүріп жатыр. Назарбаев сайлауға түсейін деп жатыр. Сонан бір жағы КНБ-ның адамдары көп проекті жасаған, соны көп проекті жасаған, бірақ әр жерге апарады, шығара алмайды. Түсінбейді, ол неге шықпайды. Сосын жағы осы жерде бір мықты кісі бар, соған көрсетіңіздер деп мені алып келді жағы жерге. Келіп қарасам, жағы нелері өзінің салмағы, файлдың салмағы өте көп екен. Салмағы өте көп екен. Және басатын принтерлерінде жағы несі, ми деп айтамыз ба демей, шамасы аздау екен. Сонуға мен оны түсініп қойдым да, маған бір мықты компьютер тауып беріңіз дедім. Сол мықты компьютерге келді, жағы өзім сосын кішірек деп оптимизация жасадым жағы неге принтерге ыңғайлап жасадым да. Бірақ соның арасында да маған айтты, сіз ештеңеге оқымаңыз деді. Қарсы алдыма бір адамды отырғызып қойып, бір кенбешник. Соны арасына қарап отырып, сонда да өліп бара жатырмын, жағын оқып қарайын. Сонда жағы былай жазды, айналайында ұрай. Осы Назарбаевтарға да осындай жоспар жасайтын сол өзіміздің қазақтар ғой, социологтар. Жағы алаңға көтеріліске жиналса, халықты жобалап, жағы жастар сарайы бар ғой, қазір республика көшесінде. Соның алаңын алып келеміз. Сосын Нарықбаевтың о кезде жағы юридический университеті болған 7-ші канал. Қазіргі 7-ші канал, бұрын Нарықбаевтың университеті болған юридический. Соның ішінде маргинал ауылдан келген жастарды дайындаймыз. Бұзықтау, жағы ұрда жоқ жігіттерден жинаймыз, бәленбай количество деп санын жазған. Сосын солардың қолына АК-74 деген автомат береміз. Сосын жақ көтерушілерге қарай атқызамыз.
конфликт жасатамыз деп жағы біздің социологтар Назарбаевтарға сондай ұсыныс жасап соны жасатып отыр. Көрдіңіз ба? Ол нешінші жыл аға? Ол мен сізге айтайын, мен 2006-2007-де 2007 жылдардан кейінгі Назарбаевтың сайлауы. Мен өзім де соның Назарбаевтың сайлауына қалада көркемдеу жұмыстарын жасаған сол уақыт. Яғни үкімет ауысса да жүйе өзгермеді дейсіз ғой? Жүйе өзгерген жоқ. Айтыңызшы, қазір енді 37 жыл өткеннен кейін тәуелсіз Қазақстанда желтоқсан көтерілісі бойынша не айтылмай жатыр? Қандай дүние айтылмай жатыр? Желтоқсан. Сұрағыңыз мықты екен. Не айтылмай жатыр? Біз өзімізше енді желтоқсанның не айтылмай жатыр? Желтоқсаншылардың мысалы осы бұл Қазақстанның тәуелсіздігіне негізгі себепкер күш екені айтылмай жатыр. Желтоқсанның арқасында мынау тәуелсіздікке жеттік деп айтпай жатыр. Себебі тәуелсіздік тек менің арқымда деген адам бар. Ол Назарбаев. Оның кітаптарында бар. Әділеттің ақ жолы деген кітабында Мира көшесінде Алматыда көтерілісшілердің алдында жүрдім де қойдым, жүріп келе жатырмын деген сияқты сөздер жазған. Мен сол Назарбаевтың тірі кезінде, қазірде тірі ғой, сол кезде жағы желтоқсаншылардың үлкен жиналысында мен үлкен айттым. Осы Назарбаевтың сөзіне қалай қарайсыңдар? Көтерілісшілердің алдына жүріп келе жатырмын деп өтірік жазыпты. Бұған қалай көнуге болады деген сияқты төңірегінде мен сөз қозғам. Ол дискіда жазулы. Кейінгі ұрпақтар көретін болар. Может, өзіңде көріп қаласың. Түсінікті. Соның жағы дұрыс айттым ба? Желтоқсаншыларға не айтылмады дегенде, желтоқсаншылар Қазақстанның тәуелсіздігіне жасаған демейсің артық болмайды. Тәуелсіздігін әкелген азаматтар. Тек қана Қазақстанның тәуелсіздігі емес оның үстіне. Оның үстінен емес. Оны өздеріңіз білесіздер. Түсінікті. Қараңызшы, біз қазір қоғамда өзіңіз білесіз ғой, бүйтіп айтып жатады да, ой, біз деген Совет одағынан ең соңғы шыққан мемлекетпіз баяғы. Біз тәуелсіздігімізді жаңағы алғымыз келмеген, соңында әшейін бере салдық, амалсыздан алдық деген бір әңгімелер шығып жатыр ғой сондай қазір, әсіресе соңғы жылдар сондай әңгіме болды. Мен айтайын дегенім жаңағы негізінен Қазақстаннан басталды ғой, қараңызшы, мен өзімнің ойымды айтайын, сіз оған өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, мен былай ойлаймын. 86 жылы қазақтар бірінші көтерілді. Ол кезде Кеңес одағында басқа ешбір мемлекет бұндай көтерілмеген. Қазақтар бастады, одан кейін Кеңес үкіметі ақырындап ыдырай бастады, басқа халықтар көтеріле бастады. Соңында 91 жылы ыдырады ғой толық. Бірақ та Қазақстан шыны керек тарихи дерек бойынша тәуелсіздігін соңғы алды сол кезде. Бірақ менің ойымша жаңағы сол жалындап тұрған жастардың рухын жаншыды ғой, басты ғой. Содан мен былай ойлаймын да, енді сол кезде біз бірінші бастасақ та, осы көтерілісті, осы қозғалысты біз бірінші бастасақ та, біз тәуелсіздігімізді соңғы алғанымыздың себебі сол кездегі біздің жалындап тұрған жастарымыздың рухын басып жаншуы деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Мен де дәл солай ойлаймын, бірақ желтоқсанның оты оңай сөнбейді ғой. Ал негізі Совет одағының құруы, ол тікелей Совет одағының экономикасының тіпті жамандығынан емес. Мен осы күні қарап отырмын, экономикасының жағы қирауытын уақытқа шейін өте жақсы келген, төмендеу болған, бірақ қатты соншалықты қирайтындай жағдай болмаған. Бұл нәрсені бүкіл әлемдік жағы әлемді саясатты жүргізіп отырған белгілі бір адамдардың, топтардың күшіменен баяғыда жасалған жоспарының нәтижесі. Совет одағын ыдырату. Совет одағының бәленбайыншы жылы ыдыратамыз дейді. Ыдыратты. Мына Ельциннің өзі Америкаға барып келіп айтқандағы сөзі есіңізде ме? Жағы Американың президенттеріне. Міне,
Совет одағы, баяғыда дүркіреген Совет одағы міне ыдырап болды. Алам десеңіздер барып алыңыздар деген сияқты қолменен Ельцин көрсетті. Көрдіңіз ба? Осы сөздің дәлелі. Сондықтан бұл жағы әрең-мәрең тіпі сол біздің экономиканы құртқаннан кейін жағы производство шаршаған, завод, фабрикалар бар, техникалар шаршаған. Соларға детальдар бермей, барлығын бүгінгідей осындай оқиғалар болды. Заводтардың бәрі тоқтады. Көрдіңіз ба? Міне, сөйтіп солардың басқа адамдардың жоспарлауы бойынша бүкіл әлемдік жағы адамдар сондай күш болу керек, өзім жобамен білемін, солардың мақсатымен болған. Ал енді Назарбаев ең арты болуы, оны Совет одағы құралған кезде Совет министрлер одағының председателі жасаймыз деп, оны жалтақтатып қойды Назарбаевты. Совет одағы қайта құрылып кете ма деп, сол неге орынға отырып қала ма деп өзі ең арты етіп қалды. Бірақ енді халық сенді, біз халық Назарбаевқа сендік, Назарбаев өзінің басқа нәрсесін түгендеп жүрді. Ол енді тікелей қазақ халқына, жастарына ешқандай қатысы жоқ. Одан рухы адамның өшіп қалған жоқ. Өте жайсыз бірақ жағдай болды. Қазақ халқына жағылған өшпестей бір таңба болды. Қанша сол кезде енді қаншама қуғын сүргінді, соққыны көрсе де қазақ жастарының рухы сөнген жоқ дейсіз ғой. Мысалы, айтып жатады, анау қаланың сыртына шығарып, былай күресінге лақтырғандай адамдарды лақтырып жатты деген сияқты сондай бір әңгімелер естиміз енді. Жалпы тағы қандай қорлық көрді жалпы жастар? Мысалы, оқудан шығарды дегенді білеміз, Ол енді оқудан шығару, партиядан шығару, комсомолдан шығару, ол протокольный шаруалар ғой. Ал енді мына көтерілістің кезінде түрмеге сыймай қалғандарды қаланың сырттарына белдіктерін шешіп, жалаңаш жағы машинелермен апарып сай-сайға төгу, сондай өте жағдайлар болды. Көрдіңіз ба? Анау неге Алматыға оңай жетпесін, көтерілісшілерге барып қайта қосылмасын деген сияқты нәрселермен айналысты. Енді оның кейін түрмеде де өзі жағдай мұзға отырғызғандар болды. Жастарды мұзға отырғызып, қыздарды мұзға отырғызып, что вы не рожали деп сондайлар жағдайлар болды. Біз оның шет жағасын көрдік. Бірақ сонда да түрмеде жатқанда терезесін ашып, бізге бір қазақ майорлар келіп айтатын: жігіттер, қорықпаңдар, барлығы өтеді мұның бәрі. Қазақстанның барлық қалалары көтеріліп жатыр, шыдаңдар деп жағы бір майор жігіттер, милицияның майорлары келіп айтып отырды бізге. Ол бізге кішкене қуат болды. Сондай әрбір сөз бізге күш беріп жатты. Ақырын жыл айтылған әр сөзге біз кеудеміз тіктеп алатын болдық. Қашан шықтыңыз түрмеден? Мен 15 күннен кейін. Мен 15 күннен мен былай айттым. Алаңға бара жатып, 66-шы автобуспен келе жатып, алаңда адамдар бар екен. Өзі ағамның үйіне бара жатқан, Фурмын көшесінде соған түсіп қалдым дедім да, содан шықпадым. Өйткені майор бізге ішкі жағы роводыға түскеннен бастап жақсы қазақтың үлкен кісілері сондай айтты: жақсы сылтау табыңдар деп. Сол сылтаудан шықпаңдар, бір айтқан нәрсені шықпай қойыңдар, содан айтып деп бізге айтты. Содан кейін әрбіреуіміз отырып сылтаулар құрастырдық. Бірақ енді түрмеде де бізде тергеу шарттан кейін кішкене сот болды. Соттан жағы суретке түсірді, былай. Соң соттың шешімін шығарып, шешіммен берді. Соң кейінен сол шешімнің арқасында ақталып шықтық қой. Прокуратурадан. Түсінікті. Жалпы, енді мен түсінгенім бойынша сондай оқудан шығару, немесе жұмыстан шығару деген сияқты соңынан сондай бір нелер болды, салдарлар болды. Оның өзі 1-2 жылға созылды ғой әбден. Мен бітпейтін комсомол жиналысы болды менде.
партияда жоқ болсам да партияның жиналысына салынды. Осы комсомол жиналысы аудандық, райондық, мұны көп болды, қалалық, барлық жерге апарып сүйрейтін. Мені бірнеше рет шығарып тастады осы комсомолдан. Бірақ оларға отчет керек қой, сан керек. Сол үшін тасып жүрді. Оның үстіне мен біразда танымал болып қалдым. Сонда қараңызшы, эмоционалдық тұрғыдан шаршатқан ғой, иә? Сондай мақсатта болған сияқты, иә? Жаңа желтоқсан көтерілісіне қатысқан жаңағы жастарды эмоционалдық тұрғыдан шаршату, қоғамнан бөлектеу деген сияқты. Сындыру, психологиялық түрде сындыру болды. Оның өзіне де мен жақындап қалдым. Өзі қазақ фильмге маған арнап бір екі Кенбенің жігітін қойып қойды. Күнде сұрау. Яғни сіз жұмысқа келесіз, сосын бір кезде сізді шақырып алады да? Мен жұмысқа келем, бірақ жаңағы жігіттердің кабинетінде отырам. 1-2 сағат күніне отырып кетем. Сізбен бірге шыққан қазақ фильмде жұмыс істейтіндер оларды да сүйітті? Жоқ, оларды мен көрсеткен жоқпын ғой. Сіз ғана көрініп қалдыңыз өзіңіз қазақ фильмде? Мен уже түрмеге түскеннен көрініп қалдым ғой. Оларды мені деп ұстап берген жоқпын ғой мен. Олар түрмеге түскен жоқ, иә? Түскен жоқ, Соңғы маған салған штрафтар, анануларын, солардың бәрі жолдастар жинап төлеп тұрды. Сөйтіп тұрды. Сонда менің түсінгенім бойынша, кейбір жастар үйіне аман-есен оралды, кейбірін қаланың сыртына шығарып тастады, сосын сыйғанша түрмеге тоғытты. Солай ғой, иә? Сыймай жатты ғой. Түсінікті. Аға, сіз өзіңіз білесіз, соңғы жылдары осы 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды деді де, жаңағы бұрынғы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жаңағы тойланып жүрген, демалыс болған, жаңағы 25 қазанға қайтадан мәртебесін қайтарып, ұлттық мереке қылып, республика күнін қазір тойлап жатырмыз, 25 қазанда қайтадан мәртебесі берілді. Енді сол кезде президент бүйтіп айтты, қазіргі Тоқаев 16 желтоқсан ол жаңағы тәуелсіздік күні, жаңағы тағзым күні деп айтты. Енді бұл жерде, енді бүгін... Ол ашық айта алмай жатыр. Қазір міне желтоқсаншыларды көтере алмай отыр. Тіпті өзі көтеріліс болған күнді де жаралап әкеліп республика күні қылды ма, бәрін қабаттастырып тастады. Ол енді Назарбаевтың кезінде басталған шаруа. Болардың мақсаты сол күнді басу, халық санасынан өшіру. Менің түсінгенім жаңағы айтады, негізі 1991 жылы 17 желтоқсан демократияның жаңғыру күні болып белгіленген дейді, 17 желтоқсан. Яғни одан кейін бүкіл статус алынды да, қазір яғни 17 желтоқсан, 18-19 желтоқсан енді көтеріліс болды ғой. Сол көтеріліс бір еленбей кету үшін дәл заңды барып 16 желтоқсанда қабылдады дейсіз ба, тәуелсіздік заңын? Енді оның тарихын білмеймін, бар білетінім халықтың санасынан шама жетсе желтоқсанды өшіріп, оның саяси рөлін төмендету. Мақсат. Мақсат сол, басқа мақсат жоқ. Желтоқсан көтерілісінің рөлі қандай болғанын қалайсыз? Желтоқсаншылар жалпы қандай марапатқа, құрметке ие деп ойлайсыз, жалпы арманыңыз бар ма сондай? Мен әні күні әлеуметтік көмектер туралы Россия 5-те бір қағаздарды оқыдым. Сонда ауған соғысына қатысқандарға бір екінші, үшінші цифрлармен белгіленеді екен де әлеуметтік көмек. Цифрлар тұр, ауған соғысы, бір жерге көмекке барған, Чернобыльге барғандар бір цифрлар тұр. Желтоқсаншыларға 0 де қойыпты да. Шындығында сол 0 жағдайда тұр қазір желтоқсаншылар. Үкіметтің қарауында емес, көрдіңіз ба, қамқорлығында емес. Тіпті олардың саны да белгісіз, жаңағы кім қайтыс болғаны да белгісіз, нақты ақпарат жоқ. Енді нақты ақпаратты білмеймін, әлде енді тарихшылар өздерін нететін шығар. Бірақ мен енді көбіне ойлаймын, анау астымда жатқан 11-12 адам өлі адамдар ма, тірі адамдар ма, мен әлі соны ойланам. Кейде маған бір ой келеді, мүмкін маған бір сондай
тұз сияқты болып кеттім ма? Неге солай болды мен адамдардың? Ол адамдар қайда? Өзіме осы сұрақ көп қоям. Бар болса, ол адамдар қайтыс болса, неге олардың аттары жоқ? Неге шықпайды олардың аттары? Олардың әкесі, шешесі қайда? Туысқаны қайда? Сүйегін іздемей ме? Сол сияқты бар енді ойларым. Тіпті мен осы оқиғаны айтып жатқан кезде мен өзім білем, 90-жылдардың қалай ерліктерін көп оқыдым да, бірақ байқасам менің жасаған ерлігім ешкімдікіне ұқсамайды екен. Ерен бөлектен тұрады екен. Және мен бір жиналыстарда осылай айтып отырған кезде тіпті 90-шы жігіттердің өздерінде бір сенбеушілік болады. Өтірік айтып тұр ғой деген сияқты. Көрдіңіз ба? Мен өзім ойлаймын, мен емес, мені әруақтар көтеріп жүр. Әруақтар мен от пен судың ортасына салып, тірідей алып шығып отыр. Көрдіңіз ба? Бір күнде 2 рет қамалып, 2 рет ақыл естен ажырау деген сұмдық емес па бір адамның басына? Иә, содан кейін сіз жаңа естелігіңізді айтқан кезде, анау фильмдегідей қайта-қайта есіңізді жинайсыз енді. Ол, иә, оның өзі бір шынымен таңғажайып жағдай. Таңғажайып жағдай, менің басындағы жағдай өте таңғажайып болыпты. Солай жазылыпты. Жалпы енді біздің жоба ұлттық идеология және деп аталады. Енді бүгінгі тақырып ұлттық идеология және желтоқсан көтерілісі деп атауға лайық болып тұр. Жалпы сізден сұрағым келетіні, қазір жастарға қандай идея керек, қандай идеология керек, сол желтоқсаншылардың рухындай рух болу үшін, сондай махаббат болу үшін елге деген қандай идеяның төңірегінде тоғысу керек? Мен ойлаймын, тек қана мына өзінің туған елін, туған жері сол бір жақсы не болады. Өйткені туған еліне, туған жеріне, туған тіліне бала күннен дәмін татпаған адам, ол оны қорғамайды, оған жақын емес. Дәмін тату деген бұл жерде қандай мағынада айтып тұрсыз? Мысалы, қазақ тілі дейік. Қазақ тілінің қаншама маржан, басқа ұлттардан өзгеше көп біздің фольклор, эпос, өте көп. Солардың дәмін татпаған, солардың өмірімен, солардың кейіпкерлерімен өмір сүрмеген бала, ол жақын бола алмайды. Өзінің жеріне де, еліне де. Ал соны оқып, біліп өскен, құндылықтармен өскен бала жауға берілмейді. Ол қорғай алады, ол кімді қорғап жатыр, нені қорғап жатыр біледі. Ал енді қазір сыртқы күштер, жаңа жоғарыда айтып өткен сыртқы күштер, осы біздің ұлттық құндылықтарға кіретін, фольклор, мақал-мәтел, өсиет әңгімелер, баталар, осылардың бәрі ұлттық құндылық, және ол басқа ұлттарда, батыс тілдерінде жоқ нәрселер. Осы құндылықтарда болса, адам жанында, адам санасында, ол ешқашан басқа ұлтқа сіңіп кетпейді. Қанша тіл білсе де, ол өзінің ұлтын сатып кетпейді. Ол сол монолитті ол өседі. Көрдіңіз ба? Ол жастар, біздің құндылығымыз, біздің ұлттық кодымыз сол фольклорда тұр. Ата-бабалардың, батырлардың есі болсын, мақал-мәтел болсын, мақал-мәтелде өте көп бізде. Осы нені өзекті жоғалтпау керек. Аға, көп рахмет сізге. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін, біздің студияға келгеніңіз үшін, осылай мереке қарсаңында ағыңыздан ақтарылып, сол кездегі болған жағдайды көз алдымызға келтіріп, енді сіз жаңа айтып отырған кезде шынымен оқығаннан бөлек, жаңағы тыңдаған кезде кәдімгі көз алдыңа келіп отырады екен, сол кездегі біздің боздақтарымыз, батырларымыздың бейнесі келді деп айтсам болады. Рахмет сізге. Жақсы. Құрметті көрермен, біз осымен сұхбатымызды аяқтаймыз.
менің сіздерге айтқым келетіні, егер де сұхбат ұнаса, бөлісулеріңізді сұраймын, жаңағы барынша таратуларыңызды сұраймын. Лайк басыңыздар. Лайк басыңыздар, бөлісіңіздер деген нәрсе бар ғой. Және де айтқым келетіні, өз арамыздағы көзі тірі батырларымызды біліп жүрейік. Тәуелсіздік күні құтты болсын.